Сәлеметсіңдер ме, оқушылар? Бүгінгі сабақтың тақырыбы пайдалы тағам. Тема сегодняшнего урока полезная пища. Бүгінгі сабақта тамақтану ережесін құрастыруды, мәтін бойынша өз ойыңды айтуды үйренесің. Жаңа сөздерді қайтала. Повтори новые слова. Тамақтану – это кушать. Бал – мед. Жаңғақ – орех. Есте сақтау – запомнить. Қабілет – способность. Сақтау мерзімі – срок хранения. Жаңа сөздермен сөйлемдер құрастырайық. Составим предложение с новыми словами. Тамақтану – мен тамақтанамын, я кушаю. Бал – это мед. Бал – пайдалы тағам. Мед – полезная пища. Жаңғақ – это орех. Ол жаңғақ жейді, он кушает орех. Есте сақтау қабілеті – это способность запомнить. Это память. Есте сақтау қабілетін жақсартады, это улучшает способность запоминать. Сақтау мерзімі – это срок хранения. Сақтау мерзімі өткен, истек срок хранения. Бірінші тапсырма. Тыңда, өз ойыңды айт. Первое упражнение. Послушай, расскажи свои мысли. Адам пайдалы тағамдармен тамақтану керек. Человек должен питаться здоровой пищей. Күнделікті тамаққа ет, май, нан, сүт, айран, жеміс жидектерді қолдану қажет. Ежедневно в пищу необходимо употреблять мясо, масло, хлеб, молоко, кефир, фрукты. Тамақтардың денсаулыққа зиян келтіретін түрлері де бар. Есть также виды продуктов, которые могут быть вредными для здоровья. Сұрақ: қандай тағамдар денсаулыққа пайдалы емес? Теперь вопрос: какие продукты не полезны для здоровья? Как вы думаете? Расскажите свои мысли. Вредными для здоровья могут быть продукты, которых истек срок хранения. Срок хранения мы проходили, это будет сақтау мерзімі. Истек будет өткен. Значит, на казахском языке сақтау мерзімі өткен тамақтар пайдалы емес. Подумайте еще, какие продукты могут быть неполезными или вредными даже. Правильно, это фастфуд, да? Фастфуд пайдалы емес. Екінші тапсырма. Оқы, өз ойыңды айт. Второе упражнение. Прочитай, расскажи свои мысли. Менің атым Ринат. Меня зовут Ринат. Менің үнемі ішім ауырады. У меня постоянно болит живот. Анам мұның себебі дұрыс тамақтанбаудан дейді. Мама говорит, что причина этого неправильное питание. Маған сендердің көмектерің қажет. Мне нужна ваша помощь. Теперь вопрос. Ринатқа қалай көмектесуге болады? Как можно помочь Ринату? Ринату нужно объяснить правила питания. Ринату будет на казахском Ринатқа. Правильное питание дұрыс тамақтану. Ринатқа дұрыс тамақтану туралы айту керек. Үшінші тапсырма. Оқы, сұрақтарға жауап бер. Третье упражнение. Прочитай, ответь на вопрос.
Жаңғақтың пайдасы. Адам ағзасына жаңғақтың барлық түрлері пайдалы. Жаңғақтың ең кең тараған түрі грек жаңғағы. Оның құрамында май және ақуыз көп болады. Жаңғақ есте сақтау қабілетін жақсартады. Жаңғақты балмен жеген дұрыс. Сұрақ: жаңғақ туралы не білдің? Что узнал об орехе? Правильно. Барлық түрі пайдалы. Май және ақуыз көп болады. Есте сақтау қабілетін жақсартады и улучшает память. Төртінші тапсырма. Суреттерге қара, тамақтану ережесін құрастыр. Четвертое упражнение. Посмотри на рисунки и составь правила питания. Үлгі: уақытымен тамақтану керек. Второй рисунок. Перед едой нужно мыть руки. Как будет на казахском? Правильно. Тамақтану алдында қолды жуу керек. Следующее правило. Еду нужно кушать не спеша. Как это будет на казахском? Правильно. Тамақты асықпай ішу керек. Сабақ аяқталды. Сау болыңдар.